Bayağı zamanda osundaylar paydan. Ülkenin kişi kullanılır. Nerede gerek var? Çok gerek емес mi? Tüy ötürüsün. Ağır salmak қазір қозғау күші арқылы инерция күшімен пайдалы әсер ету коэффициентімен ауыр салмақ қозғаушы күшке айналып кетеді. Сөйтіп ұзақ айналады. Міне осы өмірген кісі осындай осы әдіспен саған машина жасап берсе, екі адамдық машинамен тегін жүресіңдер деп, май құймай. Мына бензиннің орны мынау да. Тек пачкаға майлап қойсаң болды. Екі багажник толтырып тамақ саласында су құйып құмырасқан барған. Сөйтіп кете бересің. Мына ұзақ айналады. Сағат минутына қазір мына 135 рет айналады. Сонда құмыраса саласың. Дыбыс жоқ, иіс жоқ. Міне энергия адамның энергиясы. Осы сазбақсында құмырасаймыз қазір. Осыны балдарыңыз да біледі ме? Бәрі біледі ғой. Осы мектептен өтті ғой, сабақ береді ғой. Олар кішкентай кезінен шеберхананың ішінде өсті, мектепке барғанда да бос кезде осы жерде ойнап өсті ғой. Олардың балабақшасы да тәрбие 13 жыл болды, соны қалыптасты да. Кейін басқа жұмыс істесең де осыны ұмытпа дедім де мен оларға. Алдымнан шығады, Қазақстанға кетті дедім де мен. Ақыр сол... Не мәселен аз шығар? Az, бірақ шығып жатыр, қазір құдай қашып бар ғой. Қазір оқулықтар шығып жатыр. Әр облыста ғана санау. Иә. Бұл өнер бір жақсы адам мінезі қалыптасады, тиянақты болады, тәртіпті болады. Адам мінезін жөндеуге өте тамаша көмектеседі. Мен балдарымды осымен тәрбиеледім ғой, сабырлыққа, қанағаттыққа бәріне. Мен өзім шыдамсыз адаммын, негізі. Бірақ мысалы мен соны мені тәрбиеледі мені. Неге архив демегіз әр жұмыста? Әр жұмыста архив түсіріп? Оған уақыт керек, видеокамера керек, бәріне. Көмекші адам керек қой бір. Бала шаға үйде болмайды ма? Кәбір есеп кетті өзінің үйінде. Үлкен балам Астанада тұрады. Қыз тұрмыста, кіші бала қолда, ол мектептен шықпайды. Түсіріп алып телевизор өзі түсіріп, интернетке қойып атыр бәрі. Осыны құмарға айналдырамыз біз. Осыны біз құмыр жасаймыз. Біз қатты айналдырып алайық қазір. Осы құмыр жасау үйленудің әліппесін шығарып қойғанбыз, керек адам сатып алады, үйленуге болады, содан балдаға үйретуге болады. Методикасы ма? Технологиясы, методикасы бәрі бірге. Аспапты жасау бәрі ішіне кеткен. Қиналмайды да үйленетін адам бәрін өзі жасап алады, өзі істей алады, өзі үйленеді. Суретіне берілген. Ернеу қисық болса, қазір мына ернеуін жөндейміз қазір. Құмыраның ернеу қисық болса, қателік қойын жөндейміз. Қисық жинап тастаймыз.
Қателеспейтін адам жоқ, бірақ қателікті дер кезінде жөндеу керек. Сонда адам мақсатына жетеді. Енді құмыраның фигурасын өзің қалаған түрін қарай істей бересің ғой. Жалпы көрсетіп жатырмын. Дайын болып қалды, қазір тоқтатамыз. Қалай тоқтатасыз? Қазір бұлтымен тоқтатамыз. Қолды қажап кетпеу үшін мынаны ұстаймыз да. Кәдімгі машинаның тормозы сияқты да. Әйтпесе қолың тиесін қажап кетеді. Дайын болған нәрсені кесіп алу керек. Мынандай жіппен кесіп аламыз. Жіңішке жіппен. Kesildi. Dayım buldu. Dünyaya tez okumaya gidiyor. Qancha vaqtga keldi? Endi qanchasi yildan ko'rdi. Bir kun turadi. O'yinlarimiz sal shumtoqdan keldi. Manda. Bu kuydirgani. O'zini kerak olib sotib oladi. Qancha bo'ladi? Bәріне печат қойып қойғансыз ба? Менің таңбам ғой, кенде қойшы. Мен жасаған, мен жауап беремін ғой. Оригиналда сонда. Қытайский емес ол. Көшірме емес те түпнұсқа. Қанша бұларыңыз? Мынау кішкентай ғой, 500 теңге. Жасастағы суреттерді бар міне. Астана бәйтерек. Мынандай жасастағы суреттер бар ғой. Астана бәйтерек. Магниткадан көріп. Мынаны тесіп қойғансыз ба? Жіппен, ілесі алып жіппен. Магнитті қойса да өзі. Мұны көрме жетеді ұстады. Сұрақтарың бар ма? Мен программаны аяқтадым. Енді мына жерге пікір жазып қалдырсам, уақытым болса.